Абай Құнанбайұлы қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы, классик ақын, заманның әділ биі, ел басқарудың жүгін қайыспай көтерген нар тұлғалы қоғам қайраткері. Абай қазіргі қолданыстағы заңнамалардың негізін қалаушылардың бірі. 1885 жылы Абай Құнанбайұлы Қарамола ережесін жазды. Семей губерниясына қарасты 5 уездің атақты билері, ақсақал болыстары қатысқан Қарамолада өткен съезде Абай төбе би болып сайланған. Аталған ережеде қазақ әдет ғұрып құқығының көптеген нормаларының көрінісін қазіргі заманға әкімшілік, азаматтық және қылмыстық заңнамалардан байқауға болады. Абайдың 175 жылдығын тойлау туралы жарлыққа қол қойылып, ұлы ақынның мерейтойын ЮНЕСКО мен Түрксой аясында атап өту жоспарланды. Алайда, жағадан жармасқан пандемия індеті адымымызды аштырар емес. Осындай қауіпті кезеңге қарамастан, Маңғыстау соттары Абайдың туындыларын онлайн оқып, конференция, дөңгелек үстел, семинар өткізді. Атап айтсақ, Маңғыстау облысы соттарының қызметкерлері арасында асыл сөзді іздесең, Абайды оқы ерінбе атты байқау өз мәресіне жетті. Сондай-ақ зиялы қауым өкілдерінің қатысуымен қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың мұрасы атты конференция өтті. Назарларыңызға Маңғыстау облысы мамандандырылған экономикалық сотының судьясы Гаухар Метеркулова мен жергілікті соттардың қызметкерлері оқыған Абайдың өлеңдерін ұсынамыз. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Ол бірақ қайтып келіп, ойнап күлмес. Менікінің айрылғанын, өлді деп ат қойыпты өңкей білмес. Көп адам дүниеге боялдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма айтыңдаршы, өлмей тұғын артында сөз қалдырған. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барды ертеңгіні термек үшін, көкірегі сезімді тіл орамды, жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тас ұрықпас талап тұғар, көңілінің көзі ашық сергек үшін. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан. Қараңғы үй терезесі тұтқын орны, көгерген көктің жүзі ескі форма, азат құстар аспанда ойнап ұшса, ұялып қарай алмас мендей сорлы. Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да, алдамаған кім қалды тірі жанда, алыс жақын қазақтың бәрін көрдім, жалғыз жарым болмаса анда-санда. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әурет еді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап.